Негізінде эндометриоз ауруын ешкім әлі толыққанды емдеген жоқ. Тек қана эндометриоз диагнозы бойынша сіздің жағдайыңызды жақсартуға әрекеттер жасайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Видеом ұнап жатса, міндетті түрде подписка жасап қойсаңыздар қуанып қаламын. Енді эндометриоз дегеніміз жалпы не? Бізде жатырда 3 қабат бар, жатырдың 3 қабаты болады. Эндометрия қабаты сол ішкі қабат. Ішкі қабаты зақымдану барысында немесе қандай да бір гормональный сбой болатын болса, немесе қабыну процесі спайка болатын болса, және де қайта-қайта травма, замершая беременность дейміз, выкидыш дейміз, аборт дейміз, түрлі осындай манипуляциялар болу нәтижесінде жатырдың ішкі қабаты бүтіндігінің бұзылуы барысында тым қалыңдап кетіп, сол ішкі қабаттың ортаңғы сыртқы қабатқа қарай өсіп кететін болса, біз осыны эндометриоз дейміз. Енді жалпы келген кезде қалыптыда жатырдың ішкі қабаты жұқа болып тұрады да, бір ай бойы ол әдемілеп қалыңдайды. Егер де жаңағыдай жүктілік немесе аборт, выкидыш, замершая беременность деген секілді травма, гормональный сбой ештеңке болмаса, сол қалыңдаған бөлігі тітіркеніп, сылынып етеккір болып келеді эндометрия қабаты. Келесі айда қайтадан қалыңдап, қайтадан осы процесс үздіксіз қайталанатын болады сіздің репродуктивный возрастыңызда. Ал енді егер де сондай зақымдалулардың нәтижесінде қалыңдаған бөлігінің кішкентай бөлігі ғана етеккір болып келіп, қалған бөлігі қалып кетеді. Мінекей сол қалып кеткен бөлік қалыңдап жатыр қабатының, ішкі қабатының ортаңғы сыртқы қабатқа қарай өсіп, осы эндометриозға айналуы мүмкін. Не істейсіздер? Бұндай жағдайда көп кісілерде мынандай симптомдар болады. Жыныстық қатынас кезінде ауырсыну, етеккір кезінде ауырсыну, кесін кемесін жыныс қатынас болсын болмасын, өзі бір мезгілсіз бір ауырсынулар болуы мүмкін, етеккіріңіз созылып келуі мүмкін, кешігуі мүмкін, келген күнде де 1-2 күн қоңыр выделение келіп, етеккір келіп, қайтадан қоңыр выделение келіп, жағылуы мүмкін деген секілді. Осындай белгілерді байқасаңыз, міндетті түрде гинекологтың тексеруіне баруыңыз керек. Гинекологтар әрине бірінші гормональный емес препараттарды ұсынады. Одан бөлек гормональный препараттар бар, Визана, Зафрила деген секілді. Одан бөлек Мирена спиралі бар. Бұның барлығы не үшін? Жатырдың ішкі қабатын қалыңдап кетпеуін қамтамасыз етіп, былай айтқанда тегіс етіп ұстап тұруына көмегін тигізеді.